Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы прочитаем отрывки из 7-8 урока по казахскому языку и литературе для 5 класса русскоязычных школ. Учебник издательства Көкжиек Горизонт, Бәйшешек. Страница 15. Задание 2. Оқуда зерек бол, ұйқыда сергек бол. Істе шебер бол, ақылға кемел бол. Ойда мәнді бол, тойда сәнді бол. Үлкенге тең бол, кішіге кең бол. Өмірің ұзақ болсын, уайымың азақ болсын. Страница 16. Задание 4. Тоқта ботам. Атаң келеді артыңда. Бұр мойныңды, қалжыраған қар толға. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап ала алмай жүр алтынға. Тоқта ботам. Атаң келеді артыңда. Жүзе жүріп, жүз құбылған сағымда, жастық дейтін көктеменің шағында. Өскен едік, сенің анаң екеуміз, осы қарттың мәпелеген бағында. Қарттың бағын жайлайтынбыз иен тегін, тыңдайтынбыз алуан-алуан ертегін. Жинап алып жүрер еді жарықтық, күллі ауылдың елтеңі мен селтеңін. Ей болашақ, қарт келеді зиялы, кейімесін ата қыран ұялы. Сен сыйласаң сәби шақтың бір сәтін, атаң саған ұзақ өмірін қияды. Ақылына айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі дейтін шіркінді. Бейқам күліп өспеген соң өз басым, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Дария шалқар, даналығын ал, тыңда. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап таба алмай жүр алтынға. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Уважаемые зрители, конспект урока полностью, со всеми выполненными заданиями и параллельным переводом на русский язык вы можете приобрести, написав нам на WhatsApp. Благодарю за внимание. До скорых встреч!